Өмір туралы керемет нақыл сөздер ғалымдардың өмірі туралы даналық және де нақыл сөздері. Өмір сыйлық, оны бағалай біл. Мен ойланып қиналу үшін өмір сүргім келеді. Пушкин. Қайсысы қымбат, асқақ есім ме, әлде өмір ме? Қайсысы ақылды, өмір ме, әлде байлық па? Не азапты қол жеткізу немесе жоғалту? Сондықтан үлкен тәуелділіктер сөзсіз үлкен шығындарға әкеледі. Ал қайтымсыз жинақтау үлкен шығынға айналады. Өлшемді біліңіз, және сіз ұятқа қалмайсыз. Тоқтауды біліңіз, сонда сіз қауіптерге тап болмайсыз және ұзақ өмір сүре аласыз. Лао Цзы. Өркендеу, бақытсыздық, жоқшылық, байлық, қуаныш, мұң, жоқшылық, қанағаттану адамдардың дүниені абаттандырудағы рөлдерін қайталайтын бір тарихи драманың әртүрлі құбылыстары. Козьма Прутков. Кім болғың келсе, бол. Турбулентті өмір керемет ақыл ойларды еліктіреді. Қарапайым адамдар одан жұбаныш таба алмайды. Олардың барлық әрекеттерінде олар машиналар сияқты. Паскаль. Жүрегі мен санасы шектеулі адам өмірде шектеулі нәрсені жақсы көреді. Көзі нашар адам жүріп бара жатқан жолда да, иығына сүйеніп тұрған қабырғада бір шынтақтан ары қарай алмайды. Гибран Халил Гибран. Табиғатта бәрі ақылмен ойластырылған және реттелген. Әркім өз ісімен айналысуы керек және де бұл даналықта өмірдің ең жоғарғы әділдігі. Леонардо да Винчи. Өмір тостаған әдемі. Оның түбін көріп ренжіту қандай ақымақтық. Жюль Ренан. Барлық нәрсені Құдайда көру. Өміріңізден идеалға қарай қозғалыс жасау, ризашылықпен, жинақылықпен, момындықпен және батылдықпен өмір сүру. Бұл Марк Аврелиустың таңғажайып көзқарасы. Анри Амель. Өмірде адам екі негізгі мінез құлыққа ие болуы мүмкін. Ол айналады немесе өрмелейді. Владимир Сулухин. Бізбен болған барлық нәрсе біздің өмірімізде із қалдырады. Бізді кім болуымыз үшін бәрі қатысады. Йоган Вольфганг Гете. Басқа тіршілік иелерінің өмір сүруіне қатысу ғана адамның өз болмысының мәні мен негізін ашады. Бубер. Өмірдің күшті дәнінен айырылған, сондықтан өмір сүруге тұрмайтын нәрсе ғана уақыт ағымында жойылады. Белинский. Табысқа жету үшін емес, өміріңіздің мәнді болуы үшін ұмтылыңыз. Альберт Эйнштейн. Қарбалас күн ешқашан ұзақ емес. Өмірімізді ұзартайық, өйткені оның мәні де, негізгі белгісі де белсенділік. Люциус Анне Сенека. Өмірдің мәні мақсатқа ұмтылудың сұлулығы мен күштілігінде. Болмыстың әрбір сәтінің өзіндік биік мақсаты болуы шарт. Максим Горький. Өмірдегі жалғыз бақыт үнемі алға ұмтылу. Эмиль Зола. Күшті өмірлік соққылар кішкентай қорқыныштардан емдейді. О. Бальзак. Сіз басқалардың ықыласын пайдаланған кезде ғана өмір сүресіз. Гете. Өмірдің баурайында еске алғың келген істерің ұлық болсын. Марк Аврелий.